Мен қазір Қостанай облысы Жангелдин ауданы Жаркөл ауылындамын. Ауылдың есіне. Мұнда ат басын бұруымыздың бас себебі алтын ғасырдың алтынға бергісіз туындыларының бірі. Жүректен шығып, жүрекке жеткен Торғай қызы әнінің кейіпкері осы ауылда тұрады. Олай болса, есімі тарихқа нотамен жазылған музамен бірге таныссақ. Нәралып күннен жаралған нұрдан кеудеде жыр боп толғайтын. Күнжамиля Есекей қызы бүгінде 85 жаста. Өмірге 10 бала әкелген алтын құрсақты ана. Үйдің жалғызы болғандықтан мектеп бітіргеннен кейін әкесіне қолғабыс етіп, мал шаруашылығымен айналысқан екен. Өз заманында отар-отар қой бағып, үздік шопан да атаныпты. Өмір бойы ауылда ағайынның ортасында тұрдық. Қайнаға қайнаталарым бар. Солардың алдында ізет сақтап, бұл әннің маған арналғанын тіс жарып айтпадым. Бұл ән маған ғана емес, барша Торғай қыздарына арналған ән деп қабылдауға болады. Алайда қайда барсам да Торғай қызы орындалып, халық менің төбесіне қан көтеріп, қарсы алып жататын. Алматыда оқу арманым еді, бірақ ата-анамның сөзін жерге тастай алмадым. Еңбегім еленіп, көпшілік ән жырына қосып жатты. Шынын айтсам, содан ұялатынмын дейді кейіпкеріміз. Я, жыл 12 ай аттан түспей, ерлермен иық тірестіре еңбек еткен бой жеткенге арнап, сол шақта ақын Серік Тұрғынбековтың сөзіне танымал композитор Болат Хамзин ән жазған еді. Әкем Болат Хамзиннің 40 шақты әні бар. Енді кен тараған әндерінің бірі «Ұялмашы қалқатай», «Орамал», «Сезім сыры», «Шолпаным жұлдызым» және «Торғай қызы» әні. «Торғай қызы» әні 1962 жылы жазылған. Енді бұл Торғай қызының әнін енді көбіне айтады, осы Торғайдың қыздарының гимн деп. Бұл әнге көбі талас болды. Анаған шығарған, мынаған шығарған деген. Бірақ енді соңғы кездері өзі әкем осы кісі Күнжамалға арналған деп айтатын еді. Осылайша қырғызының қылығы арқа руының ажары сипатталған шығарма тыңдарман арасында лезде тарайды. Аймақта айтылып жүргеннен бертін келе үлкен сахнаға жол тартты. Жайнаған дала көктемдей, шуағын жанға төккендей, Торғай қызы салған ән еркелеп маған жеткендей. Қой жайып жалғыз жапанда жүрген